Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі 2 сынып 66 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы антоним дегеніміз не? 5-ші жаттығу. Өлеңді оқы. Өлең не туралы екенін айт. Өлең екі қол туралы. Өлеңде оң қолымыз сол қолымыз оң қолымызға қарама-қарсы орналасқан. Сондықтан да бұл сөздер бір-біріне қарама-қарсы сөздер болып саналады. 6-ші жаттығу. Мақал-мәтелдерді көшіріп жаз. 1-ші мақал. Озған мұрат, қалған ұят. 2-ші мақал. Ашу дұшпан, ақыл дос. Ақылының ақыл қос. Мақалдардың мағынасын түсіндір. Мағынасына қарама-қарсы сөздерді тап. 1-ші мақалда қарама-қарсы сөздер озған және қалған. 2-ші мақалда қарама-қарсы сөздер дұшпан және дос. 7-ші жаттығу. Антоним сөздерді бір-бірімен салыстыр. Сәйкестендір. Ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Солай сәйкестендіреді. 8-ші жаттығу. Бос тіркестерге олардың тұсындағы сөздің мағынасын қарама-қарсы сөздерді тауып жаз. Ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.